Тарихы Жапониядан бастау алатын Кикушинкай каратенің бөлімшесі Екібастұзда табысты жұмыс істеп келеді. Бүгінде спорттың бұл түрінен Екібастұз қаласының ашық біріншілігін өткізу дәстүрге айналған. Және биыл 8-ші рет өтіп отырған жарысқа облысымыздың әр жерінен 500 шамалы жас каратэшілер келді. Кикушинкай карате 1950 жылдары Жапонияда пайда болса, кейін қанатын жайып, бүкіл әлемге таралды. Елімізде оны Кикушинкай каратенің бүкіл қазақстандық ұйымы республикалық қоғамдық бірлестігі дамытуда. Бүгінде әр облыста Астана, Алматы қалаларында филиалдары бар. Біз балаларды 4 жастан бастап қабылдап жаттықтырамыз. Жас аралықтарына қарай топтар жасақтаймыз. Ал ересектерінде ешқандай жасқа шектеу жоқ. Қаламыздың мектептерінде, спорт залдарында жаттықтырамыз. Екібастұзда жұмыс істейтін 3 бапкер жарысқа 250 баланы дайындап шығарды. Соның бірі Арслан 4 жылдан бері спорттың осы түрімен шұғылданып жүр. Маған карате ұнайды, өйткені спарринговать етеміз. Плаванияда біз ойнаймыз, жарысамыз, плавать етеміз. А футбол біз анда футбол системіз істебеміз, допты ойнаймыз. Содан кейін мен ММА-ға жарысын бару келген. Өйткені мен анда бои без правила деген сондай любой ударларды жасауға болады. Осы күні Екібастұздық Жангелді Сәрсенбаев, Батырхан Елтін, Илья Уланов, Нұрсұлтан Нұрсипатов, Сабыр Амангелді, Нұрғанат Темірхан, Ханиф Серікбайұлы өз салмақтарында чемпион атанды.